Кез келген медицина қызметкері және студент білуі қажет. Медицинада қауіпсіздік кодтары болады. Бұл сөздерді сіздер жиі стационарда жұмыс істегенде тест тапсырғанда естіп жатасыздар. Мысалы, синий код, желтый, красный, белый деп жатады. Бұл түстер бізде қандай мағынаны білдіреді? Соған тоқталып өтейік. Синий код дегеніміз, егер де пациентте қандай да бір шұғыл жағдай орын алса, мысалы, есінен талып қалса, немесе жүрек талмасы болатын болса, біз синий код деп дәрігерді шұғыл түрде көмекке шақырамыз. Келесі красный код. Жалпы қызыл түс бұл бізде қауіп деген мағынаны білдіреді. Егер де пожар болатын болса, қандай да бір электр тоғынан өрт шығатын болса, біз красный код деп арнайы көмек көрсететін адамдарды шақырамыз. Келесі бізде желтый код. Жалпы сары түс нені білдіреді? Егер де медперсонал биологиялық сұйықтықты немесе қандай да бір химиялық заттармен жұмыс жасау барысында оларды төгіп алатын болса, осы желтый код деп арнайы укладканы қолданады. Яғни біз жаңағы заттарды қолмен ұстамаймыз, себебі ол өзімізге қауіпті. Сондықтан укладканың ішіндегі арнайы заттарды алып қолдансаңыз болады. Келесі белый код. Жалпы ақ түс нені білдіреді? Егер де медперсонал мен пациенттің арасында қандай да бір конфликт туындайтын болса, бізде әртүрлі пациенттер болады, мысалы агрессивный болады, тіпті медперсоналда жаңағыдай күш көрсетуі де мүмкін. Егер де сондай жағдай орын алса, постта немесе медперсоналдың кабинетінде белый кнопка болады. Сол кнопканы басасыз және сізге төменнен жаңа күзетші, охранниктер келіп өзінің көмегін көрсетеді. Жалпы достар, осы ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, өзіңіздің медик досыңызға осы видеоны жіберіңіз.